Endi menin bu tәуелсіздік қазақ халқының тілі, қазақ халқының келешегі туралы көп мақала жазған адам. Және тек мақала жазып емес, соның бәрінің орнығуына қол ұшымызды беріп, шамамыз келгенше белсенді араласқан адамдармыз. Бәрі осы үйінде бола қалған жоқ. Қиын күндерді басымыздан өткіздік. Ең алғаш тәуелсіздік, егемендік туралы декларация қабылданған кезде парламентте үлкен айқас болды. Сонда қазақ халқы өзінің туған отанында бар болған 39%. Біз осы қазақ жалтақтаумен келді осы уақытқа дейін. Бұрынғы әдет, сосын қиып етсе, халық жау қылып ұстай берген игі жақсылардың бәрін, ел басқаратын қайраткер азаматтардың бәрін ешқандай себебі жоқ, ешқандай негізі жоқ. Бәрін үш адамның шешімімен бәрін атқан, қалған жер айдаған, сұмдықтарды осындай басымыздан кештік. Және сол қиын кездерде қазақ жан-жаққа шашырады. Біз өзі осыны айтамыз, ризамыз. Біраз адам мәселен Өзбекстанға барды. Біраз адам арқылы түркі асып кетті. Біраз адам Қырғызстанға қоныстанып қалды. Құдайға шүкір, олар ұшағын ашты, сөйтіп өзінің қатарындағы, өзінің елінің азамат сияқты күтті. Біз сонда кімге не қыламыз, сөз артамыз. Сол кезде мынау бір орыстар болды, қазаққа жан ашитын, Княгинин деген. Біз сол кісіні пайдаландық, жасыратын ештеңе жоқ. Соны сөйлеттік. Ол өзі орыс халқының қазақ перзентімін деп сөйлейді. Енді тәуелсіздік оңай болған жоқ. Бұл тәуелсіздіктің жолында біздің ата-бабаларымыз ұлан-ғайыр жерді қорғау үшін атпен осы ел шетіне жаңағы бір ұлтарақтай жерге қауіптенсе, жан-жақтан бәрі жиналып осы жерді қорғаған. Сондықтан ана жылы жер туралы мәселе болған кезде қазақтың торғайдай шырылдағанын дұрыс түсіну керек. Оның басқа жері жоқ көшетін. Және мынау жердің қазақ жерін сонша үлкен болса да, соның ұлтарақтай жерін, бір метр жерін тек беруге болмайды. Бұл үшін біздің бабаларымыздың қаны шашылды, жаны қиылды. Енді соны жұрттың көбі түсіне қойған жоқ.